Ордабасы аудандық сотына келдік. Бұл жерде қазір іс қаралады. Мұхаммед Хайдар Дулати мектебінің директорының бұйрығының заңдылығы қазір сотта қаралады. Осы бойынша қазір сотқа кіреміз. Ашық сот, тікелей эфир таратуға судья рұқсат береді деп ойлаймын. Себебі азаматтардың құқын қалпына келтіру процесін барлығымыз көргіміз келеді. Мен және менің желі пайдаланушыларым сол бойынша қазір соттан өтініш жасаймыз. Тікелей эфир түсіруге. Olmaz bak. Şöyle sotта Төле би мәжіліс залы бар екен. Қазыбек би мәжіліс залы бар екен. Ойбай, сәлеметсіздер ма? Төле би, Қазыбек би. Одан осы екі бидің атында ғана мәжіліс залдар. Ол кімнің атында? Әйтеке би ма? Түсінікті. Назар аударыңыздар, сот ғимаратында және сот мәжіліс залдарында бейне бақылау, бейне баспа бақылауында дейді. Неке бұл Ордабасы аудандық соты. Ордабасы аудандық сотындамыз. Қазір 15:30-да сот процесі басталады. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Неге рұқсат сұрамайсыздар? Кіруге? Неге рұқсат дейді? Амандасуға ма? Ойбай, мектеп директоры амандасуға рұқсат сұрамайсыңдар ма дей ма? Оқысандай мектепке кіріп кеттім деп ойлады дей ма? Сотқа келе білмей ма не? Менен рұқсат сұрамайсыздар ма дей ма не дейді? Түсінбей қалдым мен. Ужас. Енді сот өз бағасын береді. Бірақ енді қалай рұқсат сұрау деген ес? Сонда ол кісіге қарауға рұқсат сұрау керек пе? Қызық е? Мынандай директор мектепті қалай басқарып отыр? Камераны ма? Мен одан рұқсат сұрамаймын ғой, мен сот залында тұрмын ғой. Соны айтты ма? Мен ойладым, сәлеметсіз ба дедім ғой. Соған амандасуға рұқсат сұрамайсыз ба деп айтып жатыр ма деп. Жоқ, оны өзім түсіріп жатырмын ғой. Мен ол кісінің түсіргімде келіп тұрған жоқ қой. Өзім камерам ғой, өзім телефоным, өзім ақша маған. Директор не қыламын, түсіріп керек болса түсірем, бірақ. Ойбай, мынандай директор қалай сонда? Мектеп, бүткіл мектеп басқарып отыр. Яғни сотқа келдік, енді сотқа баға сұраймыз ғой. Мінекей, құрметті желі қолданушылар, қазір Ордабасы ауданында тұрмыз, Ордабасы ауданы сотындамыз. Сот процесі қазір басталу керек. Қанша? 1 минут қалды ма? Сәлеметсіздер ма? Не ғой? 3:30-да процесс қой. 1 минут. Қалды ғой, тіркеле бермейміз, Жоқ, хат шыққандар, оны 10 деген кезде басталмай ма процесс?
Айтсаңшы. Сот әділ болсын, иә, соттан әділдікті сұраймыз. Ордабасы аудандық сотынан тек әділ сотты сұраймыз. Әділ шешім сұраймыз, басқа сұрарымыз жоқ. Соттан әділдік сұраймыз. Адам сотқа не үшін келеді? Әділ шешім шығарсын деп келеді. Айттыңыз ба хатшысына? Ровно 30 минут өтті ғой, уже сотта отыруымыз керек еді ішінде. Біз әлі сыртында отырмыз. Тұрмыз, то есть. Отырсақ болған шығар. Неке 15:30 болды. Сот әлі ойланып отыр. Рахмет, рахмет, достар. Маған сәттілік тілеп отқан азаматтарға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға мен де сәттілік тілеп қояйын. Телефон. Уайымдап жатырмын дейді. Сержан мырза, уайымдамаңыз, барлығы жақсы, шүкір. Мен бүгін Ордабасы аудандық сотына, Ордабасы ауданында орналасқан Мұхаммед Хайдар Дулати мектебінің оқушысының меңгерушісі. Сол азаматтық құқығын қорғап келіп отырмын. Саламатсыздар ма? Алжаңыз ба? Хатшы ма? Біз кірмейміз ба? Сот процесі уже басталу керек емес? 15:30-да. Сот процесі емес, дайындық. Дайындық болса да уақытылы басталу керек. Балжан ханым. Сыртта тұр ол кісі. Менен рұқсат сұраңдар деді ма? Бірәсе деді ғой. Ол кісі не сіздер официально ерекше шақырасыздар ма не? 15:30-да ол кісі келу керек екен, білмей ма өзі? Или мектеп директор болған екен ерекше шақырасыздар ма? Жоқ, хабарлама жіберілген, сол бойынша. Енді кірсеңіз, бізде крикта ол кісі келеді ғой қазір. 3 минут бар әлі. 33 минутта бастала ма? Жоқ. Білмеймін, мен 32 минут өтті. Мен сағатым... Сіздерде қанша минут өтті? 15 қанша болды? Иә. Ал, Балжан ханым қайдасыз, кірсеңші? Болды, қалай 3 минут бар болды? 15:30-да басталу керек. Жүзек шақырсын, пожалуйста. Қызық олай деп жатыр десеңші. Сот болғанда болатыз қызық деп. Мен қазір... Жүзекі не үшін шақырады? Сот жүзекіден жоғары емес па? Ордабасыда талай қызықтар болатын сияқты ғой. Басталмай жатыр. Ішке кірейік та? Хатшы, білмеймін, подушка. Кетті ғой ана жаққа. Білем, 15:30-да уже басталу керек. Бұл тыңдалым болсын, бұл дайындық болсын. Не болса да 15:30-да басталу керек қой. Директорге ерекше, телефонмен ерекше шақырып жатыр директорды. Сонда түсінбеймін, бұл разница неде? Саламатсыздар ма? Кіре берейік па? Жоқ, оларды шақырып... Сағаттарымыз 35 минут кетті ғой уже. Сенімді өкілі мен. Асанова Ләззат. Иә, мен ғой. Білем? Кіріп алайық та? Жоқ, біз пока нәрсе түсіріп атқан жоқпыз. Біз кірген екен рұқсат сұраймыз. Процесін бәрін білеміз ғой? Иә. Біз жақсы білесіздер ма? Болды. Екеуі. Рахмет, достар, тілектеріңізге рахмет. Телефонды өшірім керек.